мүмкіндік тілеймін. Керемет көрсеткіштерге жетіңдер. Рахмет апай, сізге де сәттілік. Жақсы. Балалар кәне ортаға келіп, пазл әдісі арқылы бірге топтасайық. Балалар қалай ойлайсыңдар? Біз неге осылай топтастық? Мына кісілер кімдер екен? Кім айтады? Жақсы, Масыр айта ғой. Бұл кісі Хасен Закарияұлы ақын және айтыскер ақын. Дұрыс айтасың, рахмет. Мына топта кім шықты екен? Бұл Есен Мәженов. Ол кісі ақын, айтыскер, күйші, сазгер. Жақсы, рахмет. Бұл кісі Оралхан Көшеров. Бұл кісі әнші, композитор. Айтады, біздің сабағымыздың тақырыбы не туралы екен? Кім туралы екен? Кімде қандай ой бар? Жақсы, Аяужан. Менің ойымша, топқа бөлінген деп байқадым. Бұл адамдардың барлығы атақты адамдар. Яғни тақырып ауылымыздың атақты адамдары туралы. Иә, ал тағы кімде қандай ой бар? Өзіміздің күшінің ақын әншілері, талантты тұлғалар тақырыбы деп ойлаймын. Иә, жарайды, дұрыс айтасың. Біздің тақырыбымыз шығыс өңіріне есімі таныс, талантты ақын, әдебиеттанушы, өлкетанушы Шекербану Рахметолдақызы Жақыпова туралы болмауы. Балалар, сабағымыздың тақырыбын анықтап алды. Енді маған кім айтады, сабағымыздың мақсаты не екен? Біз осы сабақта қандай мақсатқа жеткізуіміз керек? Қандай ойларың бар? Кім айтады? Менің ойымша, біз Шекербану апамыздың өмірін, шығармасымен танысамыз. Жақсы, бізде қандай ой бар? Шекербану апамыздың өлеңдерінің қандай тақырыпқа жазылғаны туралы білуіміз болайық. Кәне балалар, интербелсенді тақтаға қарай. Бүгін біздің сабағымыздың жаңағы мақсаты поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау, шығармадағы көркемдегіш құралдар, оның ішінде аллитерация, ассонанстың қолданысын талдау болады. Және біз өздерінде дұрыс айтып кеттіңдер, ақынның өмірі мен шығармашылығымен танысамыз, оның жаңағы өлеңдердің тақырыптарын талдаймыз дедік, және көркемдегіш құралдарды табамыз дедік. Жақсы. Енді балалар, бейне жазбаға назар аударайық. Шекербану апамыз өзі сендерге өзі туралы, шығармашылығы туралы сұхбат ретінде бейне жазып қойып еді. Экранға назар аударайық. Балалар, енді топтық тапсырмаға көшетін болсақ, өлеңдер тобына жаңағы конвертте тапсырма, арнау өлеңдер тобына конвертте тапсырма, және ән өлеңдерге. Бізде балалар топтық тапсырмада ортақ тапсырма, кәне тақтаға назар аударайық. Не істейміз? Бірінші, шығармалардың негізгі идеясы мен тақырыптарын анықтаймыз. Бұл өлеңдер тобында бала туралы ой, ертіс жағасында және түнгі жол деген осы үш өлеңнен шығарманың негізгі идеясы мен тақырыбын анықтап, көркемдегіш құралды табамыз. Түсінікті ме? Екінші топ, ән өлеңдер тобы. Сендерге біздің күршім жер үйіп, анашым әнім сен және ақырман осы үш әндерін талдайсыңдар. Ал үшінші топ, арнау. Елбасына рахмет, Жақыпбек ағаға, ақындарға деген арнаудың жаңағы идеясы тақырыбын анықтап, көркемдегіш құралдар табамыз. Өлеңдер тобына қай өлеңдер беріледі? Бала туралы ой, ертіс жағасында. Түнгі жол суреті. Жақсы, осы үш өлеңді талдаймыз. Күршім жер үйіп. Сіздерге жаңағы ән өлеңдер тобына да үш жарайсыңдар. Топтық тапсырмамыз аяқталуға шақ келіп қалды, уақытымыз өтті. Кәне, өлеңдер тобы дайын ба екен? Топқа Шекербану апамыздың өлеңдерін талдау түсті. Талдай келе біз
бала туралы ой, ертіс жағасында түнгі жол суреті деген өлеңдерін анықтадық. Ол өлеңдердің идеясы туған жерді құрметтеу, даңқын асқақтату. Тақырыбы туған жер, бала туралы ой, туған ауыл туралы. Аз соң ашылған аспан ашықтың тынады, алыста шопан отты жылтыратады. Жақсы. 30 жыл болыс болды, омар болыс, ол жерде бірлікке жиып елін. Аллитерация. Бала өндері симфония емес пе, бір-бірін құмды шашып шулаған. Осы өлеңдерінің идеясы бауыр құшағына басуы, бауыр мен ағаның сыйласуы болса, елбасына деген арна өлеңдерінің идеясы еліне деген махаббаты. Жарайсыңдар, екінші топтың жұмысына біз баға беріп жіберсек, кәне балалар қандай баға қоясыңдар? Керемет. Жақсы, үшінші топты ортаға шақырайық. Ән өлеңдері тобы ортаға келе. Canva программасы арқылы жұмыс жасады, зерттей келе. Анашым інім сенің идеясы анаға деген махаббат және құрметі. Біздің көршім жүрек әнінде идеясы туған жерінің патриоты болу, еліне қызмет етуі. Ағарман өлеңінде идеясы әркімнің армандай біліп өмірде өз орнын табу. Тақырыбы ана, туған жер, арман, адам қасиеті туралы. Күн шығысы шуағына бөленген, көк аспанның нұрын төккен төбеде. Менің ойымша, автор кітабын өмірге текке келген жоқ деуі, өзінің осы өмірге текке келмегендігін, туған жеріне, еліне, қадірлі мол мұрасын, жеке шығармашылығын қалдыру деп ойлаймын. Себебі автор кітабын зерттей келе туған жер, ел, елбасы, отан, ана, тіл, аға, бауыр тақырыптарына көп еңбектенгеніне көзім жетті. Сонымен қатар, ән өлеңдері де өнер сүйер қауымға үлкен байлық. Барақ Батырға, Бауыржан Момышұлы атамызға ескерткіш орнату жұмысы да абырой. Осыған байланысты мен адам баласы өмірге келгенде белгілі бір мақсатпен келетіндігін осы кітап ішінде Шекербану апамыз сыйдырды деген шешімге келдім. Шығысы шуағына бөленген, көк аспанның нұрын төккен төбеден, қойнауына алтын күміс шашылған, көршім жері жиылған елге. Көңілі осындай, қауышқан осындай, берекелі көршім елі осындай. Жарайсыңдар, бәріміз тіркеліп алсақ, енді кақыл тойынын бастайық. Бірінші сұраққа назар аударыңдар. Шакербану Рахметолдақызының туған жері. Күшім ауылда. Айғайламаймыз, белгілейміз. Жақсы. Келесі сұрақ. Шығармаларының басты кейіпкерлері кімдер? Әркім өзі белгілейді. Үшбұрыш, доңғалақ, ромб, төртбұрыш. Қай жауап дұрыс? Кім жеңімпаз болды екен? Үшінші орын Дариға қошемет. Екінші орын Тамирис. Бірінші орын Аяздан. Балалар қатысқандарыңа рахмет. Келесі сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Енді сабағымызды мен бәйтерек модулі арқылы қорытындылап кепті. Тақтаға назар аударсаңдар, бәйтерек модулі ол не екен? Жаңағы діні, бұтағы, жапырағы және жемісі. Балалар қазір сендер плакатқа келіп, өздерің толықтырып жазасыңдар. Кімде қандай жауап бар? Келе қойыңдар. Бәйтерек модулін толтырайық. Аяжан келе қой. Менің ойымша, бұл бәйтерек модулінің діні Шекербану апамыздың өзі. Жақсы, керемет.
Ал бұтағы кім екен? Не екен? Айша келе ғой. Бұтағы не екен? Менің ойымша бұтағы ол поэмалар деп ойлаймын. Жақсы, дұрыс. Ал жапырағы не екен? Жапырағы менің ойымша 8 кітап. Жақсы. Ал балалар, жемістері не екен? Жемісі. Қандай жеміске жетті екен? Нұрай. Жемісіне жатсаңыз, ол қандай жеміс екен? Келесі. Тағы қандай жемісі бар екен? Айсұлу. Не бұл? Жақсы. Тағы қандай жеміс бар екен, балалар? Наргиз, сенде қандай жауап бар? Дұрыс. Балаларына орталық алаңдағы мәдениет, ескі мәдениет үйінің екі ортасында бізде қандай ескерткіш бар? Бауыржан Момышұлы атамыздың ескерткіші бар. Жақсы, тағы қандай жемісі бар деп ойлайсыңдар? Мансұр, қандай тағы жеміс екен бұл? Зерттеу жұмыстары. Балалар, бір сәт сабағымыздың басына қайтып көрейікші. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты қандай еді? Талантты ақынның өмірімен, шығармашылығымен танысу, шығарманы автор бейнесін анықтау, көркемдегіш құралдармен танысу. Біз осы мақсатқа бүгін сабағымызда жеттік пе? Қалай ойлайсыңдар балалар? Жеттік пе? Жақсы, жеткенімізді қазір жетістік баспалдағына көрсетіп жаза қойыңдар. Балалар, маған көмек қажет деген бұл төменгі саты. Мен түсінген сияқтымын деген ортаңғы саты. Және мен толық түсіндім дегеніміз осы стикерларға жаңағы жазып берулеріңді сұраймын. Жазамыз. Сен өзіңді қалай бағалайсың? Мен толық түсіндім. Я, сен сабақты өзіңді толық түсіндің деп ойлайсың. Жақсы. Келесі, жалғас. Мен бұл сабақта өзімді толық түсіндім. Жақсы. Жеңіс. Мен бұл сабақта өзімді толық түсіндім. Деп есептейсің, бе? Айсұлу. Мен бұл сабақты толық түсіндім деп ойлаймын. Жақсы. Алтын. Мен бұл сабақты толық түсіндім. Балалар, бүгін біздің өте қызықты, белсенді сабағымыз мәресіне жетті. Сабаққа қатысқандарына рахмет. Барлықтарына деген керемет деген баға қоямын. Енді үйге тапсырма сендерге осы апамыздың бір өлеңін немесе арнау өлеңін жатқа айтып келу. Сабаққа қатысқандарына рахмет. Қош сау болыңдар.